Сәлем құрметті тыңдарман. Арнама тіркеліп, қазақша контентті қолдап лайк баса кетіңіздер. Рахмет. Айжан мен Берік қарапайым ауыл тұрғындары. Екеуінің де жоғарғы білімдері жоқ. Ешбір мекемеде жұмыс істемейді. Есігінің алдындағы шағын жерде егіншілікпен айналысып, сонымен күн көреді. Бір сауын сиыры бар. Ел қатарлы етпен емес, сол сиырдың айран сүтімен әйтеуір бір тамақ жасап, асқазандарын алдап, күн кешіп келеді. Тұңғышы Нұрқанаттың болғанына екеуі де қуанады. Әкесінің қамқоршысы, өзге балалар секілді ойын қуып көше кезіп кетпейді. Күнмен жарыса оянып, бақшаға кіріп шөбін шауып, егіннің бәріне өзі қарайды. Кішкентайы Альбина аздап еркелеу. Әке шешесіне өте көп талап қояды. Маған ананы алып бер, мынаны алып бер, мұны жегім келмейді, ананы жегім келмейді деген секілді өмірі ештеңеге көңілі толмайды. Анасының әбден мазасын алады. Бар тірлікті Нұрқанат істеп жүрген соң, үнемі ұлына көңіл бөліп, қызын бір шетке ысырап қоя береді. Айжан негізінде ісі өнбейтін мылжыңдау әйел. Тынбай еңбектеніп келе жатқандықтан ба, шаршау, қимыл қозғалысы баяу, асықпайтын жанның бірі. Өзгелер секілді егістікке кісі жалдап, ақысын төлеп жатқан жоқ. Бар түскен табыс өздерінде қалса да, ақшаның берекесі жоқ. Келген табыстың қайда кетіп жатқанын есептейтін жанның өзі жоқ. Сараңдығы соншама, қызының ойнайтын бір ғана қуыршағы бар. Альбинаның бар жұбанышы, алданышы сол қуыршақ. Есік алдында таңнан қара кешке дейін жалғыз өзі сол қуыршағын ермек етеді. Мұңдасы, сырласы да сол қуыршақ. Ол қуыршақта жоқшылықты сезгендей, оңайлыққа бұзыла қоймайды. Бұл қуыршақтың Альбина үшін орны бөлек. Кейде ашуланып, біреуге өкпелесе қуыршағын ұрсып лақтырып жібереді. Талай рет лақтырса да, байқұс қуыршақ бүлінген емес. Әдеттегідей ашуланып қуыршағын сыртқа лақтырып, қарны ашып үйге кірді. Түскі астың уақыты асса да, анасы әлі тамақ дайындай қоймапты. Тоңазытқышты ашып, жүрек жалғар бірдеңе іздей бастады. Бір күн бұрынғы өзінің сүйіп жейтін асы мантыны көріп, анасына жылытып беруді өтінді. Бұл тамақты олар тек мереке немесе туылған күндерде ғана жейтін. Бір күн бұрын Нұрғанаттың туылған күні болып, соған пісірген болатын. Қызым, ол тамақ ашып кеткен, жеуге болмайды. Бар тағы біраз ойнай тұр. Қарным қатты ашып тұр, өтіне маған беріңізші. Қызым, болмайды деймін. Бәр кәне ойна, ашуыма тиме. Альбина көзі жасқа толып, қуыршағымен ойнау үшін сыртқа шықты. Өзінің лақтырып кеткен сүйікті де жалғыз қуыршағын есік алдында байлаулы тұрған иті шайнап, жыртып тастапты. Қуыршағын көтеріп, анасына жүгіре жылап келді. Анашым, ана ит менің қуыршағымды тістеп жыртып тастапты. Қараңызшы мынаған, өтініш, оны тігіп жөндеп беріңізші. Қызым, ары кетші, басымды қатырмай. Оны тігіп отыратын уақытым жоқ. Анашым, мен енді немен ойнаймын? Онда жаңасын сатып алып беріңіз. Ақшам болса алып берер едім. Онсыз ішерге асымызды әрең тауып жүрген жоқпыз ба? Бар кет әрі миымды ашытпай. Анашым, өтінем, қуыршағымды жөндеп беріңізші, өтінем. Сен қыз осы неге сөз ұқпайсың? Кетші, кет дегенде. Онда мантыны жылытып беріңіз, қарным ашты. Ол манты ашып қалған, итке береміз. Қазір тамақ піседі. Оған дейін ойнай тұр. Альбина қуыршағын тістелеп тастаған итіне өштесіп, одан кек алып итті өлтірмек болды. Әкесінің бұрынғы құтырған итін қалай өлтіргені есіне түсті. Әкесі құтырған итке нанның арасына шиша бөтелкені майдалап салып берген болатын. Сол бір көрініс есіне түсіп, шиша бөтелкені майдалап, тоңазытқышта тұрған мантылардың арасына салып қойды. Үйдің ішінде дауыстап анасы, Альбина қызым, бар ағаң мен әкеңді түскі асқа шақырып кел деп айқайлайды. Альбина жүгіре барып әкесі мен ағасын түскі асқа шақырып келеді. Әке шешесі, ағасы үйде тамақтанып отырғанда,
Ол сыртта анасының әлгі мантыларды итке бергенін күтіп отырды. Анасы шақырса да үйге кірмеді. Анасы ұзақ уақыт шықпаған соң үйге кірген қыз байқұстың үстел үстінде тұрған мантыны көріп жүрегі тоқтап қала жаздады. Ағасы асыға бұралақтап аузына тығып жатыр. Әкесі енді ғана үстелге жайғасқан секілді. Бисмилля сын айтып қолын тамаққа соза бергенде Альбина айқалап жібереді. Жоқ, жемеңіз, анашым, ол мантыны ашып кеткені қайда? Оны неге ағам мен әкем жеп отыр? Итке береміз дегеніңіз қане? Қызым, соған бола сонша айқайлап не көрінді? Сен кішкентай қызсың, тамақты аз жесең де болады. Ал әкең мен ағаң таңнан кешке дейін жұмыс істеп жүр, қарындары ашып қалады. Кел, мен саған сүттен сүйікті ботқаны дайындап қойдым. Әке, аға, жоқ, жемеңіздер. Альбина жүгіре барып, тарелкадағы мантыларды жерге аударып тастады. Айжан қатты ашуланып қызының құйрығынан шапалақпен салып жіберді. Ақымақ қыз, тамақты неге төктің? Үндемеген сайын басыма шықтың ғой. Анашым, ағама қараңызшы. Айжан жалт бұрыла қарап еді, аузынан қан сорғалап жатқан ұлын көріп адырап қалды. Альбина бұрынғысынан да қатты шошып кетті. Айжан мен Берік не болғанын түсіне алар емес. Айжан қызын жұлқылап қояр емес. Сен қыз не істедің? Ол тамақтың ішінде не бар еді? Айт жаныңның барында. Анашым, мен... Айт дедім саған. Қызымен дауласып тұрғанда Нұрғанат есінен танып құлады. Берік жедел жәрдем шақырып қойған болатын. Көп ұзамай жедел жәрдем бригадасы келіп ауруханаға алып кетті. Айжан ашуға бой алдырып, өз әрекетін бақылай алмайтындай күйде болатын. Ашу үстінде кішкентай қызды есік алдындағы қоймаға қамап кетті. Шұғыл түрде Нұрғанаттың бірнеше ішкі құрылысына ота жасалды. Ұлын уайымдаған ата-ана қыздарын мүлдем ұмытып кетті. Түні бойы ауруханада болып, таңға жақын үйге келген соң ғана Альбина есіне түсіп, Айжан жүгіре қоймаға барды. Барса, қызы есінен танып жатыр. Қайтадан жедел жәрдем шақырып, қызын да ауруханаға алып барды. Алла абырой бергенде еш жеріне зақым келмеген. Бірақ та қатты шошынып қалғаны көрініп тұр. Әбден есеңгіреп қалған анасы құшағына қысып жылап жіберді. Қызым, саған не болды? Неге жылап тұрсың? Кешірші мені, кешіре аласың ба? Неге бұлай істедің? Ол тамаққа шиша қосып нең бар еді? Олай істеуге не себеп болды? Неге үндемейсің? Қаншама сұрақ қойса да, бірде-бір жауап жоқ. Тек қана үнсіздік. Кішкентай қыз көздерінен жасы тоқтар емес. Үнсіз ғана ішінен тынып жылап отыр. Денсаулығында ешбір кінәрат болмаған соң үйлеріне оралды. Үйіне жеткен бойда есік алдында жыртылып жатқан жалғыз қуыршағын қолына алып, жұлқылап одан әрі жыртып бұзып тастауға тырысты. Шамасы жетпеген соң аяғымен езгілеп әбден тепкілей берді. Айжан мен Берік қыздарын әрең сабырға шақырып тыныштандырды. Қызым-ау, ол қуыршақ саған не істеді? Ол сенің сүйікті қуыршағың емес пе? Оны неге соншама тепкіледің? Оның жазығы не? Тағы да сол үнсіздік. Үйдің ішін ауладан бірдеңе іздеп Сабина ары-бері жүгіріп жүр. Оның ағасын іздеп жүргенін Берік пен Айжан бірден түсіне қоймады. Қызым, не іздеп жүрсің? Неге жүгіре бересің? Бірдеңе десеңші, неге сөйлемейсің? Тағы да сол күйі ешбір жауап жоқ. Шыдамы таусылған ата-ана қыздарын құшақтап жүзіне тік қарап еді, оның еріндері қимылдағанмен ешбір дыбыс шықпай тұрғанын түсінді. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Менің қызыма ештеңе болған жоқ. Сен қатынға дауа жоқ, қызды неге қамап кеттің? Ал не болды ал? Қорыққанынан мылқау болды да қалды. Осы ме еді қалағаның? Иә, Альбина қатты қорыққаннан тілін жұтып қойды. Мылқау болып қалды. Ал Нұрғанат болса, мүгедектер арбасына байланып қалды. Отбасының шырқы бұзылды. Берік жалғыз өзі тыным таппай, әйтеуір күн көріске жетерлік ақша тауып келеді.
Қызының не үшін мұндай әрекетке барғанын түсінген ана жүрегі қос перзентіне қарап тілім-тілім болып сыздап ауырады. Өкінеді, күйінеді, бірақ өткенді кері қайтара алмайды. Бұл жағдайға кім кінәлі? Қызының көзінше итке шиша сынықтарын нанға қосып беріп, итті азаптап өлтірген әкесі кінәлі ме? Қызына көңіл бөлмеген қуыршағын тігуге жарамай, ұл-қызын бөліп жарып, бар тәттіні ұлының аузына тыққан анасы кінәлі ме? Қуыршағын тістеп жыртқаны үшін итке кек сақтап, оны өлтірмек болған кішкентай қыз кінәлі ме? Кейде қу тірліктің артынан қуып, баланың қалауын орындамай, оларға уақыт таппай жататынымыз рас. Міне көрдіңіз бе, кішкентай өтіріктің соңы қандай қайғыға душар етті. Егер де анасы сол кезде қуыршағын тігіп, жөндеп берсе, байқұс қыз итке өштесіп қалмас па еді? Әкесі қызының психологиясына әсер ететін мұндай көріністі қызының көзінше жасамаса, қыз да бұл әрекетке бармас па еді? Сұрақ көп. Бірақ ол сұрақтың жауабын тапқанымен, енді ештеңені өзгерту мүмкін емес екені айдан анық. Балаңызға бір сәт көңіл бөле жүріңіз. Ал сіздің ойыңызша кім кінәлі?